Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі балалардың сүйіп жейтін блинидің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріп, менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, және де алда көптеген видеолар шығады. Сол себепті қолдап қойыңыздар. Ең алдымен таза тұрған ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз, және де қантымызды қосамыз. Сұйық майымызды қосып, сүтімізді қосып, мен қопсытқышты қосамын, және де оны жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды қосып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Және де мен дәл осындай гелевый красительді қолданамын. Дәл осындай розовый түсте. Енді үстінен ыстық суымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Енді қызып тұрған табамызға блиниларымызды жұқа етіп пістіріп аламыз. Блиниларымыздың бәрін дәл осылай етіп пісіріп аламыз. Ортасына осындай бананды дәл осылай ұсақтап турап аламыз, және де қаймақты қолданатын боламыз. Блинімізді жайып, ортасына қалаған процентті қаймақтарыңызды қолдансаңыздар болады. Мендегі қаймақтың проценті 20% қаймақты қолдандым, және де ортасына банандарымызды салып аламыз. Банандарымызды салып болып, дәл осыны блинді дөңгелекше етіп ораймыз. Сіздер қалаға дәл осы видеодағындай жасасаңыздар болады. Өте әдемі болып шығады, әрі ыңғайлы болып шығады. Барлық блиниларымызды дәл осылай орап аламыз. Осы блиниларымыздың ішіне сіздер өз қалаған начинкаларыңызды қолдансаңыздар да болады. Бананның орнына басқа жеміс-жидектерді де қолдансаңыздар болады. Енді оның дайын болған блиниларымыздың үстіне дәл осындай әселді құйдым. Дәмді, одан әрі әдемі көріну үшін. Видеом сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Әрбір жазған комментарияларыңыз мен үшін өте маңызды. Сіздермен болған жан сұлу.